Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар. Міне көрсетейін деп отырмын. Кімде простатит болса, кім содан кейін әлгі кіші дәреті дұрыс жүрмейді, шым болып, жіңішке болып, кіші дәрет шығатын болатын болса, осындай бір тазик аламыз. Осындай тазик үлкен. Адам баласын қуық сиятын тазик. Осындайға міне аламыз да кәдімгі қуық шыдайтындай су құямыз. Шым жылы кәдімгі қайнаған су құямыз да қуық шыдайтындай. Үлкен бір қасық немене саламыз. Горчица саламыз, бір қасық тұз саламыз, бір қасық нан содасын саламыз да сол қуықты матырамыз. Бір жарты сағат матырып болғаннан кейін сол суды төгіп тастамай, соған міне аяғымызды грибок болса, немесе басқадай бір жаман ауру болатын болса, өкше жыртылып жүретін болса, қан ағып, осында сол суға матырамыз тегінде. Мұнан матырған кезде кәдімгідей шым белгі береді, кәдімгі күйдіреді тұра. Күйдіріп барып, инфекцияны, вирустары жаман отрицательный, соны бәрі құртып шығарады тегінде. Осы тәсілді пайдалану керек міне. Оп-оңай нәрсе. Үлкен бір қасық нан содасы, бір қасық тұз, бір қасық горчичный порошок болды. Соңынан барып құрғатып, аяқты сүртіп, ары қарай нәскиімізді киіп жүре береміз тегінде.